Менің атым Альбина, мен осы мектепте оқимын. Өткен жылы август айында ЮНИСЕФ тарапынан чөкеместірілген Young Climate Champions тренинге қатынастым һәм көп білімдер алдым. Ол жерде маған көп идеялар келді һәм мектебімізге келіп, мен оны мектебіміздің директоры һәм Али мұғалімге ұсыныс шығындар тазалау бойынша мектебімізде жойбар басайық деп. Бұл экокомитет түзілуінен алдын Альбина деген оқушымыз менің алдыма келді һәм де мектептегі шығындыларды саралау арқылы жасыл табиғат жаратуға болатындығын айтты маған. Һәм мен бұдан қаттыға қуандым. Һәм де сол күннің өзінде режелер қылдық, алдымызға мақсаттар қойып алдық. Сол мақсаттар арқасында әзір басқышпа басқыш істеп жатырмыз. Альбина өзі іскер, актив қыз, оқушыларды мінекей машин тауып беруде, жинаған макулатура, баклажкаларды реализация етуге со Али мұғалім екеуі қаттыға белсенді қатынасты. Біздер балаларды қалай өзімізге тарттық. Яғни, har классқа кіріп біздер семинарлар, интерактив ойлар өттік, һәм өзімізге тарттық. Har 5-ші күні макулатураны жинап, қайта үстелге тапсырдық. Ең көп жинаған класстарды сауғаларменен, яғни бастаңғыш класстар үшін жаңа жылға сауғалар алып бердік. Үлкен класстар үшін киберспорт һәм газонға еркін кіруге рұқсат еттік. Бұл қағаздар мектебімізде тонналап жиналады. Һәм бұларды макулатураға тапсыру жүдә аңсат. Егер бұларды біз макулатураға тапсырсақ, олардан пайда көруіміз мүмкін. Біздер мектебімізден шыққан шығындыларды, яғни қағаз һәм пластиклерді қайта іздеу карханаларына тапсырамыз, һәм оннан шыққан ақшаға біздер осы теплицамызды көгерту үшін пайдаланамыз. Бір жыл дауамында шыққан осы шығындылардың ұлумалық есабын есаплайтұғын болсақ, ол біздерде 2,5 тоннадан астамды құрайды. Біздер актив қатынасқан қасындағы оқушыларды біздердің төменгі Амудария биосфера резерваты һәмде шылпыққа біздер экскурсия шөкімлестіріп бердік. Судочи көлінде медиатур шөкімлестірдік Альбинамен біргелікте. Бұл жаслардың бәршесінің экологиялық білімін, экологиялық мәдениетін асыру, һәмде ұсындай Альбинадай қызларды һәмме оқушыларға өрнек қылып көрсету, һәмде оның проектлерін ізін дауамшыларын тарту, ұсындай проект жойбарлар болатығын жасларды біз қолап қуатлаймыз. Бұл жерде көп экологик машқалары бар. Оның біреу арал теңіз құрып қалуы, һәм олар машқалардың алдын алу үшін бірінші классларда мәселен теріп бастаса, олар ата-аналарына айтады, һәм олар үйінде жинап бастады. Үйіндегі жинаған затларды мектебімізге алып келіп, ата-аналарын бейпарқ болмай, бұл жерде тек оқушылар емес, һәм шаңырақтарды да машқаларды азайту үшін өз үлесімізді қосып жатырмыз деп ойлаймыз.